ауырды ғой Иә, естідің бе? естіді, қатты ауырды. Қатты ауырды, жылады, тамағың көтерілді ма? Не істедің, Ернар? Жөтелдің ба? Кішкене температураң да көтерілді. Мама, дәрігер шақырайық та. Доктор шақырамыз ба? Мама, доктор шақырмаңызшы, мен қорқам. Енді дәрігер енді келіп сені қарау керек, емдеу керек қой. Просто көреді, саған ештеңе істемейді. Сосын дәрілер береді. Сол дәрілерді ішесің. Солардың барлығын көру керек, доктор шақыра керек, иә. Мама, или укол салады ма? Укол салмайтын шығар, просто сені тексеретін шығар. Енді сен түнде ауырдың, кішкене температураң болды. Енді дәрігерге бір көрсете алмасақ болмайды ғой. Қараш, әлде сен жанып тұрғын ма? Кәдімгі телефонымды алып келші, мен доктор шақырайын, болмайды мына балаға. Кәдімгі температурасы көтеріліп, жаман болып тұр ғой. Естідім ғой, ұйықтай алмай, әрең жүрдім ғой. Енді тарсылдатты ма, гүрсілдетті ма, қатты ауырды ғой. Шунти, қане соткамды алып келсе, мен докторға звондайын. Докторға звондамасам болмайды. Нағарасында жөтелі қатты болып тұр ғой. Шунти, тездетсе, қатты температурасы көтеріліп баратыр. Звондаш, дәрігерге звондай берші, біздің өзіміздің докторымыз бар еді, сол докторға звондай бер. Звондап атсың ба, звондап шақыра бер, қазір келіп торығы доктор, иә? Алло, доктор. Келіңіздер тезірек, мына жерде менің інім ауырып қалды. Шыр. Алло, кім бұл? Кім ауырды? Неге ауырып жүрсің де? Ой, қасы балам. Ауырып жүрсіңіз ке? Мен барып оқысақ кейін. Кім ауыртқан? Ой, саламатсыз ба, доктор апай? Саламатсыз ба? Бізде үйде бала ауырып жатыр еді. Мына жақта балам қатты ауырып жатыр еді. Не қылды мына доктор? Доктор не қылды? Негізі доктор апай, ол балам емес. Емес. Мына жақта ғой. Сен ба? Жоқ, бұл бала да ауырып тұрған. Жоқ, мен емес. Доктор сұрамай ма? Доктор мына жақта ауырып жатқан бала. Мына доктор сұрамайды ғой. Не бар, қолына не салып алған? Доктор апай, міне мына бала ғой ауырып жатқан. Осы бала түнімен қатты ауырды. Дәрілеріңіз бар ма еді? Доктор, не дәріңіз бар? Кім ауырып жатқан? Мына балам ғой, осы балам ғой ауырып жатқан. Қатты ауырып жатыр. Мағжанымыз ба? Жоқ, Мағжан емес. Шунтиңіз ба? Жоқ, Шунтisi біздің үйдің балаларын бәрін танисың ба? Ана балам ғой ауырып жатқан. Осы балам. Машин седім ба? Шаттың кім? Ернар деп жазып аласыз ба, Ернар деп мына жерге? Неге машин шишім? Апай, енді біз мороженое бергенбіз, доктор апай. Сол жеген ғой, сонымен тамағы көтеріліп кетті. Ұрыспаңызшы. Апай, Ернар, мороженое жейм дегендіктен. Апай, доктор десе? Доктор десе? Апай, доктор, ана біздің ше, Ернар деген баламыз мороженое жейм дегендіктен ғой, сұрап айтатын ғой, күнде сосын әкеп бердік. Мороженое жеген ғой, енді тамағын тексеріп көрсеңізші, аузын ашыңыз. Енді неге бергендес? Бермейміз енді, доктор апай. Қашы тамақы оны ауқат қой. Енді тамағын тексерсек, сізді шақырып тұрмыз ғой, доктор көрсін деп, біз көмектесе алмай жатырық қой. Енді тамағын ашып көрсе, аузын ашып көрсе, не екен? Қызарып па? Ашай. Ой, бай. Түсті аш. Тамақ қызарып па, доктор апай? Жоқ. Қызармап па, нормально ма? Я. Енді неге ауырып жатыр екен? Неге ауырып жатыр? Ашин ауырып жатыр ма? Әнде тамағы енді ұқырсам. Укол сал. Мына укол ма сізде? Укол салма. Жоқ, тұрады. Апай, не сізде укол емес қой, доктор апай? Уколыңыз қайда? Бұл что-то ше, мына сыртында укол деп тұр екен. Укол емес қой, тұратыр. Уколыңыз қақта, апай? Уколыңыз таусылып қалды ма? Уколдарыңыз таусылып қалды ма? Я. Енді осы карандашпен саласыздар ма? Ойбай, карандашпен укол саламын. Укол салғызбайым. Енді саған укол салмаса болмайды деп жатыр, Ернар. Енді укол салыңыз енді. Жоқ, салмаңыз. Шамалы салыңыз, қатты ауыртпайсыз ғой, жаймен саласыз ғой. Ауырды ма? Ауырды ма? Кішкене қатты салады екенсіз сіз, уколыңыз салып болдыңыз ба? Сіз бірінші андай дәрі, сондай витамин, сондай бермейді екенсіз, бірден укол сала салады. Укол салады кететін секілді ғой. Бұл не?
мына аузыңа жейдің ғой. Аузына витамин ба? Қане маған берсеңші, осы витаминді берейін ба балаға? Сосын тағы не берейін балана? Витаминді берем. Сосын тағы не бар? Мынақта тағы дәрі бар ма? Осы бәрімізге беріп кетесіз ба? Бәрімізге бересіз ба? Әлде алып кетесіз ба? Иә. Алып кетесіз ба? Енді жақсы болып қалды ма? Енді біздің Ернар ауырмай ма? Шынымен ауырмай ма? Бізде мына Мағжан да ауырып жатыр. Мағжан түзелсе, әйтсе укол салдырып аламын саған. Сенде қатында ма? Жейтінде ма? Жоқ. Мороженое жеді, бұл екеуі де жеді мороженое. Мороженое жедік. Не істейсіз? Бұларға да укол керек па негізі? Укол бересіз ба? Не істейін жатсыз? Укол түппей қалды. Болды сендерге де. Міне уколыңыз мына жақта тұр ғой. Енді сендер де мороженое сұрамайсыңдар енді жақсы болды. Доктор апай, сіз жақсы болдыңыз негізі. Мороженое күнде сұрайды бұлар. Мағжан кетті, қашай. Қашпа, бергел, қашпаңыз. Келіңіз, доктор апай, салыңыз енді уколды. Келме, ұстап тұрыңыз. Уақтанда. Ойбай, сен жазылып кеттің ба не? Доктор апай, сендер не жүгіріп жүрсің, дәпті ол. Қарашы, Ернар деген жылаған жоқ, укол салдырған кезде. Түсіңдер бар тез. Бар диванға отырыңдар. Бар, отырыңдар тез. Мам, мен қолыма кішкене ғана ауырды. Сөйтсем мен Жазылып кеттің ба? Иә. Доктор апай жазылып кетіпті. Рахмет сізге, доктор апай, рахмет сізге. Сіз емдедіңіз. Екі жігітке бір укол салып кетсеңіз, өйткені олар мороженое сұрай береді менен, иә? Жүріңдер ғана. Доктор апай, мен алып келдім балдар. Жаймен салыңыз енді. Доктор апай, жаймен саласыз ғой, иә? болды. Мен маған салады. Бірінші Мағжанға салыңыз ал, жаймен. Жаймен салыңыз енді, мен ұстап тұрам, осы екеуі не қашып жүрсіңдер? Үлкен доктор апай ғой. Доктор апайды не ойнатып жүрсіңдер? Маған салды. Ауырттыңыз ғой, доктор апай. Маған салды. Тұғадыр ғой тақансы. Ойбай, кәдім салған кезде деп бүйтіп тұр ғой, сіз қатты салады. Ернарға жаймен жоқ, бізге дейін басын тықты ғой. Майтын шығар. Екі баланы сіз жақсы көрмейсіз бе, не екеуіне қатты салдыңыз ғой? Доктор апай. Вот деге үлкен болғандықпен қатты салады дем. Ал маған болса кішкентай болғандықпен жаймен салады. Біздікі дейін не қатты тықты ғой тақансы. Болдыңыз ба, салып болдыңыз ба? Сіз үйіңізге қайтпайсыз ба? Осы дәріні бергіңіз келіп тұр ма? Не бұл өзі, айтсай? Тамағын көтердім. Тамақ көтеріліп кеткен тамақты түсіре ма әлде? Көтерілмеген тамақты көтеріп жүре ма? Не істейді? Не істейді бұл? Ашып беріңізші. Мен ашып берейін ба? Мама, мен сындым. Анау ше, доктор апай өзі келді да маған дәрілерін ашып бер деді. Баламды өзі ұстап берді. Дәрігер, не қып біздің мамаға салмайсыз? Қой, маған салмайсыз. Мама, доктор демейсің. Не, доктор дейсің? Апай дейсің, доктор апай ғой. Доктор апай, мама укол салыңызшы. Маған салмайды. Салмайсыз ғой, Салмай. Салмайды. Апай емес, ол доктор апай ғой. Жатыр. Міне, саған достар, нағарында. Кәне қолыңды алып келсеңші. Дәріні көрсеңдерші. Дәрі ғына. Не деген дәрі? Осы дәріні ішсе жақсы болып кете ма сосын? Енді нені қабайым? Осы дәріні берші жақсы болып кете ма апай? Ернарға да бір дәрі берші. Қане, дәу екен дәрі. Достар, нағараңда дәрігердің пиын ба? үлкен ғой. Енақ су пиын ба? Су сендер алып келдіңдер бар суды. Су алып келсеңдерші. Суды алып келсеңдерші бар. Бұл дәрі қаяқтан шыққан негізі? Доктор апай, мықты дәрі екен, Доктор апай, мықты екен болай. Сіз отырып демалып алсаңызшы, шаршаған жоқсыз ба? Ашыңыз. Енді кетіп барасыз ба? Қайқа барасыз? Оны салмай-ақ қойыңыз, ол дәрі, ол өте ащы дәрі, бұны салмай-ақ қойыңыз. Сіз енді бүйтсеңізші. Не алып келе жатыр? Суды бере қоя. Су ішіп ал. Негізі біз дәрігерді Ернарға шақырттық қой, сондықтан Ернарға беріп жатыр. Сіз сонда ақ халатты, абзал жан екенсіз сіз, ойнамасай дәрігермен, ойнамасай. Дәрігер тағы укол салып жібересіз ба? Не істейсің, на бала? Енді мен кетсем, тез, мына балаға укол салып ке. Басқа балдарға укол саласыз ба? Мороженое естідіңдер ма? Мороженое жейсің ба енді, Ернар? Мороженое жейсің ба енді? Мороженейді білмеймін, күніне неше мороженое жейсің?
егер мороженое жесе сізге звондайын ба жаңағы телефон нөміріңізге? Сізге звондайын ба? Звондайын. Шиксабын кеше, мен шиксабынды сақам. Не дейді сиксебін дейм ба? Болды сиксебін бітіп қалды енді доктор апай. Болды заттарыңызды алыңыздар. Рахмет сізге көп-көп. Шығарып салайық сізді, Сау болыңыз доктор апай. Болды алманда мен шықтым. Жақсы, шығарып салыңдар. Жақсы, сау болыңыз доктор апай. Ана жақта ғой. Жақсылап шығарып салыңдар. Енді доктор апай жақсы екен, доктор апай. Шай құйып берейік па? Шай құйып үйде қалайын депті ме? Демалам ғой. Демаласыз ба? Иә, жақсы, сау болыңыз. Жақсы, бара беріңіз ана. Нелерін шашып алмасыншы, уколдарын бәрін салып алып сөмкесіне. Не істеп жатыр? Көмектесші. Доктор апай, сіз былай қарап, алға қарай жүрсеңші, чемоданыңыз сіздің артыңызда жүру керек қой. Болды, дұрыс болды ма? Болды, сау болыңыз, доктор апай. Жақсы, сау болыңыз. Болды, кетті. Не қылдыңдар, шығарып салдыңдар ма доктор апайды? Сен мынау доктор кеткен, бір укол салып еді, мынау күшті болып кеттің ғой, кәдімгідей мықты болып кеттің ғой. Мықты доктор ма? Мықты доктор екен, бір укол салды да бірден Ернарды емдеп жіберді ғой. Укол салып, дәрі берді, кетіп қалды ғой. Дәрісін көрдіңдер ме? Дәрісін. Енді келесіде тағы да шақырсам, одан да дәу укол алып келеміз естідіңдер ме? Шақырмаңызшы бірақ. Дәрісі сияқты дәу. Мама, ауырып тұрмын деп сезініп тұрмын. Шақырайық па? Десе ойлап ойдам. Мама, Ау. енді мен мороженое жемеймін енді мен мүлдем. Жоқ, жеуге болады ғой, бірақ көп жеуге болмайды, шамалы ғана жейміз. Күніне бір рет. Иә, шамалы ғана. Что-то аяқ тықырлап жатыр әлі. Доктор әлі кетпеген Әсел ба? ғой? Доктор апай. Әлі жүр ғой. Бергесеңші. Шай берейік те одан да. Доктор апай әлі бізді қимай жүреді. Ана жерде отыр. Келсеңші, доктор апай. Короче, доктор апайымыз үйімізге келді. Үйімізден шығара алмай жатыр қой. Үйден шықпайды. Әлі жүр үйде. Келсеңші бері. Ой, көтеріп алып келе салыңызшы. Ей, доктор апай. Қане, бері қарай алып келе салыңыз, иә? Бері қарай алып келе салыңыз. Кел, бері қарай келіңіз, отырыңыз мына жерге. Біздің доктор апайымыз қалай ойнады, достар? Біздің доктор апай өзінің ролін күшті ойнады ма? Комментарийға жаза кетіңіздер. Доктор апай бізде кім? Айсел. Доктор болды. Айсел, саған доктор болған ұнады ма? Ұнады ма? Күшті ме екен доктор болған? Ал достарға не дейміз, доктор апай? Айсел апай дейін деп отырмын ғой. Достарға не дейміз? Лайк басыңдар. Өзі айтады ғой доктор апай. Пока-пока. Так, достар, каналға тіркелмеген болсаңыздар. Лайк басыңдар. Комментарий жазыңдар. Пока-пока.